Жүсіп Баласағұн. Жүсіп Баласағұн аса көрнекті ақын, философ, адам жанын терең түсіне білген данышпан. Ол Қараханит мемлекетінің саяси және мәдени орталығы Баласағұн қаласында дүниеге келген. Жан-жақты мұсылманша білім алған. Араб, парсы поэзияларының және түрік фольклорының қыры мен сырын жетік білген. Жүсіп 11 ғасырда өсіп келе жатқан түріктік өзіндік сананың және мұсылман идеологиясының негізінде тамаша тарихи көркем шығарма «Құтадғу білік, құтты білік» атты классикалық поэмасын жазады. Бұл дастанда көне дәуір ақыны адамгершілікті, адалдықты тебірене жырлайды. Оқу білімге, инабаттылыққа шақырады. Хан мен уәзірден бастап, атшы мен емшіге дейін қоғам алдындағы міндеттерін адал орындауға меңзейді. Парасатты өмір сүру мен дұрыс заңдылықты үйлестіре білу бақытты мемлекеттің негізгі принциптері болған. Жүсіп ғасырларға ұласатын поэтикалық және эпикалық дәстүрде қалыптасқан түрік сөздігінің шебері. Құтадғу білік барлық түрік халықтарының тарихи әрі мәдени мұрасы, рухани өзегі болып табылады. Бүгінгі тақырып сіздерге ұнаған болса, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.